Дәмі өте керемет болып шығатын, ауызда еритін муссовый лимон клубника тортын дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Көп адамдар муссовый тортты өте қиын, дайындалу жолы ауыр деп есептейді, бірақ негізінде олай емес. Біздің бұл жасалатын тортымыз шифоновый бисквиттен, мусс пломбирден және де лимон клубникадан жасалған прослойкадан тұратын болады. Бұл тортымыздың құрамында лимонная прослойка болғандықтан тортымыз ерекше болып шығады. Егер сіздерге ерекше торттар ұнаса, видеоның соңына шейін көріңіздер. Бірінші лимонная прослойкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге желатин қажет. Мен желатинге салқын суды құйып, бұқтырып, ісінгенше қойып қойдым. Менің желатиным дайын. Сонан соң осы экрандағы заттар қажет болады. Пешке қоятын ыдысымызға жұмыртқаның сарысын, құмшекерді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Аздап судан құямыз және лимон қышқылының суынан құйып, барлығын араластырып, жай отқа пешке қоямыз. Осы массамыздың қоюланғанын күтеміз. Бұл қатты қоюланбайды, себебі бұның құрамында крахмал жоқ. Сол себепті термометр пайдаланып 75-80 градусқа шейін апарсаңыздар жеткілікті болады. Ыстық кезінде үстінен шоколадтан салып 1 минут күтеміз. 1 минут өткен соң бұны жақсылап араластырамыз. Шоколадымыз толықтай еріп кетуі керек. Ісініп тұрған желатинімізді микроволновкада 2-3 секундқа ерітіп аламыз. Сұйық болған соң осы массамызға қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Осы массамыз тезірек суы үшін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Біздің массамыз суығанша мұздай холодильниктен шыққан 30-35% сливкимізді осылай миксердің көмегімен миксерлейміз. Ең төменгі жылдамдығына бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, ерген мороженыйға ұқсас масса шыққанша миксерлейміз. Бұндай аз мөлшердегі сливкиді осындай тұмсығы ұзын блендердің ыдысымен миксерлеген өте оңай және жан-жаққа шашырамайды. Міне біздің сливкиіміз дайын болды. Ол осындай болып шығады. Шоколадты лимонды массамыз толығымен суыған соң, біртіндеп сливкиімізді қоса отырып араластырамыз. Осындай венчикпен араластырған дұрыс. Сол кезде толығымен араласатын болады. Біздің лимонный прослойкамыз дайын болды. Прослойканы құятын формамыз дайындаймыз. Мен осындай 16 сантиметрлік резак формасын пайдаландым. Және де пищевой пленкамен түп жағын тартып қойдым. Пищевой пленкамыз жақсы жабысу үшін формамыздың шетін сулап, пищевой пленканы тартып жапсаңыздар, оңай жабысатын болады. Біздің формамыз дайын, ол осындай болып шығады. Енді бұны қатты тақтайдың үстіне қоямыз және өзіміздің болашақ прослойкамызды құйып, морозильникке кем дегенде 2-3 сағатқа салып қоямыз. Келесі лимонный прослойкамыз дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Клубникамызды осындай үлкен емес бөліктерге бөліп аламыз. Пешке қоятын ыдысымызға клубникамызды саламыз, оның үстінен құмшекерімізді саламыз. Және де суымызды құйып, жай отқа қоямыз. Клубникамыз қайнаған соң тағы да 1 минут қайнатамыз. Сонан соң газдан аламыз және тезірек су үшін бөлек ыдысқа аударамыз. Ісініп тұрған желатинімізді микроволновкада 2-3 секундта ерітіп аламыз. Сонан соң біртіндеп осы клубничный массамызға қосып араластырамыз. Осы массамызды жақсылап суытамыз. Бөлме температурасындай болып суыған кезде лимонный прослойкамыздың үстіне саламыз және бетін тегістеп, енді толығымен морозильникке 2-3 сағатқа қатқанша салып қоямыз.
Келесі дайындайтынымыз бисквит. Кез келген бисквиттің түрін пайдалансаңыздар болады. Мен шифоновый бисквит дайындаған болатынмын. Алдыңғы муссовый пирожный жасаған кезде сол бисквитті пайдаландым. Диаметр 20 сантиметрлік формамен осылай кесіп аламыз. Келесі мусс пломбир дайындаймыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Және де желатинді бұқтырып, ісіндіріп, алдын ала жасап қойғанмын. Пешке қоятын ыдысымызға жұмыртқамызды, құмшекерімізді және жүгері крахмалын саламыз. Осы кезде микроволновкада сүтімізді ысытып аламыз. Ысыған сүтімізді біртіндеп құя отырып, венчикпен барлығын бір текті масса болғанша араластырамыз және жай отқа қоюланғанша қоямыз. Міндетті түрде отта тұрған кезде астын қозғап тұрыңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Біздің қайнатпалы пломбир креміміз дайын болды. Бұл кремімізді оңай су үшін бөлек ыдысқа аударып аламыз. Бетін пищевой пленкамен ВКонтакте жабамыз және де толығымен осы қайнатпалы кремімізді суытамыз. Қайнатпалы креміміз суығанша біз формамызды дайындап аламыз. Мен осындай домалақ кольцода жинайтын боламын. Домалақ формамның диаметрі 20 сантиметр. Оны алып, төменгі жағын пищевой пленкамен осылай форма жасап орап аламын. Пищевой пленкамен ораған кезде жабыспай жатса, жайлап сулап жіберсеңіздер болады. Және де осы формамыздың ішіне міндетті түрде аттестатный пленка төсейміз. Сол кезде біздің тортымыз оңай және тез алынатын болады. Пищевой пленканы төсеген кезде теп-тегіс болған дұрыс. Сол кезде біздің тортымыз мінсіз болып шығады. Барынша тегіс қылып істеуге тырысыңыздар. Тортымызды дайындамас бұрын міндетті түрде қатты тақтайдың үстіне қойып аламыз. Мұздай холодильниктен шыққан 33-35% сливкимізді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып миксерлейміз. Біздің массамыз, яғни сливкиміз еріген балмұздақ секілді болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Міне қараңыздар, сливкиміз дайын болды. Салқындаған қайнатпалы кремімізді аламыз және оған желатинімізді микроволновкада 2-3 секундқа қойып ертіп, сұйық болған соң осы массамызға жайлап қоса отырып, миксерлеп араластырамыз. Сливкимізге қайнатпалы кремімізді 2-3 этапқа бөліп қосып араластырамыз. Бірінші лопаткамен араластырамыз, кейінірек венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің муссымыз дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз. Алдымен прослойкаларымызды морозилниктен шығарамыз. Морозилниктен шығарған соң ол қатып тұрады және оны жібітіп алу үшін қолымызбен осылай жылуын береміз. Және де пышақтың көмегіне жүгініп прослойкамызды алсақ болады. Алдын ала дайындалған формамызға муссымызды шамамен 1 сантиметрлей қылып құйып, қасықпен бәр жағын тегістеп шығамыз. Муссымызды 10-15 минут морозилникке қатайғанша қойып аламыз. Қалған муссымыз қатып қалмас үшін кондитерлік қалташаға құямыз және қатып жатқан жағдайда жылы суға батырып ертіп алсаңыздар болады. Шамалы муссымыздан тортымыздың ортасына құямыз және қасықпен жайып шығамыз. Бұны біз клубничный прослойканы қойған кезде мусспен арасында ауа қалып кетпес үшін жасаймыз. Прослойкаларымызды мусстың дәл ортасына қоямыз. Клубника бетін төмен қаратып қоямыз және де қалған муссымызды осы прослойканың жан жағына құямыз және бетіне құйып, бәрін тегістейміз. Арасында ауа қалып кетпес үшін осылай тақтайшаны көтеріп, жоғары сілкілейміз. Және де ең соңынан бисквитімізді дәл ортасына қоямыз және қолымызбен кішкене итеріп басамыз. Бетін пищевой пленкамен жауамыз. Морозилник кем дегенде 12-13 сағатқа салып қоямыз. Бұл біздің муссымыз мұз болып қату керек. Морозилникте кем дегенде 12 сағат тұрған тортымызды формамыздан шығарып, осына биік ыдысқа қоямыз және зеркальная глазурды ортасынан бастап шет-шетіне қарай құямыз.
зеркальная глазурдың рецепті менің каналымда бар, описаниеде ссылкасын қалдыратын боламын. Осы глазурымыз толығымен ағып кеткенін күтеміз. Пышақтың немесе палетканың көмегімен осындай астындағы аққан глазурлерді тазалап аламыз. Және де абайлап бір шетін палеткамен, екінші шетін пышақпен ұстап көтеріп ыдысымызға саламыз. Зеркальная глазур біздің пышағымызға жабысуы мүмкін, сол үшін абайлаңыздар. Міне біздің тортымыз дайын болды. Ол осындай керемет көз тартатындай болды. Оны кесер кезде пышағымызды алдымен жылы суға батырып аламыз және құратып, сүртіп, сосын барып кесеміз. Дәмін көрейік. Өте жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Дәмі балмұздақ секілді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын тортымызды кем дегенде 3 сағат холодильникте ерітеміз, себебі оны мұз болған соң арасындағы барлық ингредиенттері еру керек. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.